Сәлем достар, бүгін осындай таразыны қажет етпейтін үлпілдек болып шығатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Рецепт ұнаса лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге бар болғаны айран, сұйық май, құмшекер және ұн керек болады. Бір қасық разрыхлительмен екеуін араластырамыз және 2 жұмыртқа болса болғаны. Ең алдымен жұмыртқа мен құмшекерді араластырамыз 3-4 минут. Барлық заттар бөлме температурасында болу қажет. Құмшекеріміз ерітіп аламыз осылай араластырып. Үстінен бір кесе толтырмай сұйық майдың орнына сары майды ерітіп қоссаңыз да болады. Бір кесе айранды сүтпен алмастыруға да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды саламыз. Ұнды бірден салудың қажеті жоқ, өйткені ұнның тығыздығы әртүрлі болады. Ұнды аздан салып, жақсылап араластырамыз. Біздің тестамыз осындай не сұйық емес, не қатты қою емес, осындай орташа массада болып шығу қажет. Қамырымызды формаға құямыз және 160 градуста пісіріп аламыз. 30-35 минут аралығында піседі. Және де пешке салғаннан соң 20-25 минут аралығында пешті мүлдем ашпаңыз. Сонда пирогыңыз осындай биік болып көтеріліп шығатын болады. Пирог піскен соң толығымен суытып барып, сосын кесеміз. Осындай өте пышный болып шығады. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ас болсын, сіздермен болған Матина.